Депутат Иса Қазбек Жарылқасынұлы. Рахмет, құрметті төраға. Құрметті Дархан Медеғалиұлы, осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік қызмет жөніндегі ведомствоаралық үкімет комиссиясында мемлекеттік қызметкерлердің саны 89 мың дегеніңіз есімде. Қазір енді 2 жыл өтті, мейлі дөңгелектеп 100 мың қылайық. Бұл 100 мың мемлекеттік қызметкер 20 миллион халықтың 0,5%. Ал енді осы 100 мың қызметкердің 90%-ы қазақтар. Солардың көп болса 10-15% ғана мемлекеттік тілді білмейді деп ойлағанның өзінде, бұл 20 миллион халықтың 0 және 0,5%, 100-ден 1. Енді осы 0-ден 0,5% мемлекеттік тілді білмейтін мемлекеттік қызметкерлер үшін мемлекеттік тілді міндеттеу қашан кейін кешегеріледі. Бұны айтып отқан себебім, мемлекеттік қызметке тұру кезінде қазтест тапсырған кезде қазақ тілінен сұрақ бар, бірақ оған бал қойғанда 0 қойылады. Қазақ елінде қазақ тілінің мемлекеттік тілдің балы қашанғы 0 болады. Біз бұл тиісті норманы депутат Самат Мұсабаев екеуміз ұсындық. Осы мәселе қашан жөнделеді? Мемлекет басшысы Тоқаевтың өзі Қазақстанның азаматтары мемлекеттік тілді білуі парызы және міндеті деді. Ал бұл міндет ең алдымен мемлекеттік қызметкерлерден басталмай ма? Рахмет. Жақсы, рахмет. Енді алда 2-ші оқылым бар, жаңа ұсындық деп жатырсыз. Сол мәселені осы 2-ші оқылымда қарастыруымызға болады.